Жеңгесі болсын, апайы болса да әйтеуір уақыт тауып келгенде рахмет. Батыр десеңші, басты осыдан Рахмет. екеуінен басқа. Енді сол жақындығы болғаны, әрі не қанма енді. Осындай өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Өмірдің бар жақсылық, бақыты сендердің бастарың орнасын. Иншалла. Дендерің сау болсын, көңілдерің кең болсын, жүректерің дархан болсын. Үлкен азамат болып өссін қыздарың. Қалайша сөз беріп қалып десем, екінші рет дастархандасып отыр екен ғой. Таныс жерде шанс бар, пайдаланып. Айтқаныңыз келсін, иә. Бас қосыла берсін. Енді мына жерде тағы жоқ па? Бар. Бемінің. Одан кейін бұл құдаша енді Құдағи болып келеді. жеңгем апасы ғой. Айманның апасы үлкен мамасынан жолы үлкен апасы екен. Атың оқысын? Әсел атым. Әдем аттың бәрін біздің құдағи. Тәттісі де, жақсысы да Бетардың қымбаты да бізде, Жас көрді дегесі де бар ғой енді. Ал бір құдаша болып отырсыз, құдағи болып отырсыз, бір керемет. Құдағи, Ахмет айналайын баяғыда Жиренше деген шешен өткен ғой енді өмірде ол жұрттың бәрі біледі енді. Соғысты жаңа байларменен қосылып, неді сапарларда жүріп, жақсы тамақтарды жеп ішіп, үйіне келгенде демалған кезде аяғы шығып жатады екен шайдасына. Қайра менің өз үйім Кеңсарайдай боз үйім. Соғыса айналайын, мына бәрінен де үй болған жақсы енді. Мына үйлерің құтты болсын жаным айналайын. Енді кішкентай деп атсыздар, кішкентай емес, кең осы көңіл сыйса бәрі сияқты деп, осының ішінде жақсылық бала-шағаларың аман-есен ойнап күліп өсе берсін айналайын. Тұсаукесер де батыр екесіндер жақсылық қой бәрі, құтты болсын бәрі, артынан ере берсін тағы да. Енді қыздар келсін енді. Енді сау болсын айналайын. Мына дастархандарың бұдан да ашық болып құраласа тойлар бола берсін. Ал қосылдарың жоқ па басқа? Онда бір, бөліп жармай үйде батсыз ба? Бұл кісілер сармай кейін сақтап өтейін. Енді бұлай болсын. Енді апаларымызда бөліп жармай бір ән болсын. Bir söz basın, odan кейін болсын, 4 кісі өлең айтады көресіздер. Сол үлкен апаларымыздан өзіңіз жалғастырыңыз, одан кейін мен әпкем сөйлейді. Барлықтарыңыздың да жүздеріңіз қаныс қой, бұл емес бірнеше рет көріп мінекей. Құда жек болып жатырмыз 1000 жылдық. Әр құтты бола бересін, Ахметжанның имараты сыңғырлаған баланың күлкісі естіле берсін. Құда қаласа үйлеріне дастархандары тек жақсылыққа жайылсын, жиған бергендері жақсылыққа шашылсын. Мына заңғардың тұсаукесер тойы құтты бола берсін. Айналайын, бар жақсылық тілеймін осы екеуіне. Ана бақыт, ана жыр, ана нұр дейді. Ал сіздермен біздер таныстырып, табыстырып, туысқан қылып отырған осы екеуінің арқасы ғой. Екі жас бақытты болсын, мына бала-шағалары өмірлі шүңіріп өсіп өне берсін. Осы екі балдарының артынан дескендерінің рахатын қызығын көрсін өздері. Мына ғимараттары құтты болсын, бақытты семья болсын. Әрқашан келгендеріңізде жаңағы құшағын ашып, есігін ашып, күліп ойнап шайын берсін келіндеріңіз. Иншалла. Дендері сау болсын, тек қана жақсылық болсын, осы көршіліктің тілеген жақсылықтарына мен де қосыламын. Жақсылық болсын тек қана. Қызыңыз жақсы, қызыңызды жақсы тәрбиелегенсіз. Жігіттермен қойдым ғой, балам алайын деп жүргенде айтып алып келіп көрсетті. Осы қызды алайын деп жүргенде үйге алып барып, рахмет. Көріп, көзім тойды, жақсы. Міне содан бері өсіріп жатыр, өндіріп жатыр қызыңыз. Тәрбиесі жақсы, басы жеткенше жерге иіліп сәлемін береді. Мен одан артық не керек десек, шай береді, Алла бұйыртса. Алла бір адамның келін сондай ақ болсын, сіздерге де рахмет, сондай қыздар өсіріп жеткізгендеріңізге. Ата-ананың бәрі киген, біздің таққан алтынымыз, киген кереметіміз сол ана балаларымыз үшін естіген алғысым. Қызым жақсы дегені, келінің жақсы или балаң жақсы десе бізге сол жақсы.
Біздің баламыз сіздер сыйламаса, сіздер де ойланып қаласыздар. Келін бізді сыйламай тасыраңдап тұрса, көп қой, мына өмір өте қиын. Бұрынғы өмір сүрген уақытымыз рахат екен. Мен талғырғанымызмын. Ойбай, Шымкентке келін болғым келсе, мына бастағы орамалды өмір бақи шешпеппін. Мына қайын жұрттарым ғой, білесіз. Ана мектептен жұмыс істеймін, мектепте тәртіппен мынандай жерге барып шешеді екен де, сол жерге келіп қайтадан тартып алады екен. Маған енді солай жақталып қалған айтпаса, бұл жақта ешкім орнына тартпайды. Енді сол жаңағы сол нәрселерді сақтап үйренгенбіз. Қазіргілерге айтып жатырсыз, істемейтіндер көп қой, неше түрлі. Жоқ, келініміз жақсы, тәртіп істемесін. Енді мәпелеп, қарап баққан, қасына алып жатқан. Рахмет, айтылатын. Түн ұйқысын төрт бөліп, осы аналарымыз сіздер ғой, түн ұйқысын төрт бөліп қайта сіздер ғой ұйқысын қатқан деп айтып қойды. Енді былайша айтқанда ұнайды деп қойсаңызшы. Ұнайды, жоқ, ұнайды. Анасына қарап қызын ал деген, тәрбиеге қарайды, көп нәрсе қарайды. Өзіміз де неткелін жұмсап отырмыз, қараймыз, жақсы жаман емес. Бірақ ол шапақ ет қолдан шығады. Енеге де байланысты ол келген адамды мәпелеп білу керек. Оның да қатесі көп болады. Соның барлығына бүйтіп енді бұлар өздері оңаша. Мына жақта заңғардың класстастары, группаластары, коллектив деп отыр. Соған барайын. Вообще сізді беймарал жібергенбіз. Менің тағырым сол ғой. Бізге енді өлең айтып бір қыз Биікті болсын. Өзіңізді соған кесіп бересіз жастар. Кешіректе отырмыз. Алда сөзіміз бастайды. Кесет бағып көп. Вообще анадан бері Анеке қойып қасын байлығынан кесіп. Мен байлауым керек па? Жоқ, бұл қайқастырып кесіп. Мен байлауымды шешілмей қалады ғой. Ортасынан үстіне қойсақ, үстіне баланы орта айқастырып бері қарай. Қайшыма пышақ па бәрібір. Қайшыма пышақ па. Бер жүргізесін, Айман жүргізесін бала. Мұндарымыз тулап тұр. Шешейін, жалды кесейін. Мен байламалам деп қойсам. Қасылық үшін ниет еттім. Ахмет менің Айманның ұлы Заңғардың тұсауын кесуге ниет еттім. Құдайым оңдасын, бәле-жаладан қолдасын. Осы баламыздың қадамы құт болсын. Осы елінің азаматы, мықты азаматы болсын. Осы құдалар, жекжаттар, ағай туысқандардың ең бір үлкен азаматы болып өсе берсін. Бәле-жалалы аулақ болсын. Осы отаның дастарханы жақсылыққа жайылып, Алла нәсіп етсе, осылардың немересіменен бұл қыздарын көруге нәсіп етсін. Ал енді осы тұсауды кесіп көріп деген едім, енді көрейін деп отырмын. Мынау шақ, осы айтқан кесіп алып кеседі. Suretke. Самал. Ақсақал сізге рахмет. Жүрегіңіз жасанып жүрді. Енді заңғарды ат беріңіз берді. Мына жерде заңғардың өсіп өнген кезде кім болар екен байқайсыздар бәрі. Құдай қаласа Алла нәсіп етсе, мына жерге кітап қоямыз. Шамшаға ұқсап үлкен кітап. Кітапты қоямыз, одан кейін мынау қаламгер болсын деп рұшуат қоямыз. Қайсысын қалап алады, сол мамандық таңдап кетеді қазір заңға. Одан кейін мына ақшаны қойып, банктың бастығы болсын дегендеріміз шабылып болсын ақшаны. Одан кейін мына Ахмет ағаның өзінің машинасы кірді, бірақ бұны осы Шымкенттегі транспорт бар, автокөлік бар, соның бастығы болды.
Одан кейін бірақ телефон бұл телефонның бастығы болсын. Связьтің бастығы болсын. Мынаны қарым-қарағанның алдында бұйырса болсын. Жіберейін ба? Ал жібер. Ал заңға қайсың қылаш. Ал заңға. Alım жазушы болсын деп. Alım жазушы болса мынаның бәрі өзі келе береді деді. Біраз айтайын да, ол қаламды бекер таңдаған жоқ. Ахметтің атасы, әкесі, ақын болған кісі. Оның өзінің ар жағында бар, ол кісіге қойған жеңгелерінің аты ақын ата екен. Сондықтан өзіңіз ол қаламды бекер таңдаған жоқ. Арғы тұқымда қанында бар. Al sağ gezinde. Ömür uzak olsun. Sürükletsin resim. Kaz anal. Şapan çavuğu. Al Nurgül. Sizge rahmet aytamiz. Şimdi izzetimiz var. Oy oy. Şapan жақсылап жабайық, тапсырайық. Дәстүрлі қазақ тілі. Ал енді әпкеміз келеді. Жақсылап киіп алыңыз Шапан. Oy oy. Күн жылы жаурайсыз, жең жоқ киіп алып тұрып жақсы болды ма? Ал енді бұл жерде суретке түсу рәсімі болсын. Ертеңгі тарихи бәрі бірге тамақ келеді. Одан кейін шашылық бар, арылайтын бес үй бар, әлі асып қойыңыздар. Bir kafe mi? Bizde kayta eşin, ana canağı matasafının basınca kaldı bir tuğlu olayı tanıyan sunduğu ana canağı da dev sunduğu. Sondu. Ben aytam şimdi hükümet bunu raspetimiz Allah verir. Şu özür bir tane, matalar bir tane, şey matalar devam var. Material bir ya. Baskılardan bir avımızda ülkelerden başa sorayız. Tasarkanın belirgesi, geni sağlığı koygan başlarını anlatarlar. Al жақсылап дәмін қалатыңыздар. Men de bilen jangoda adam şakır şakır. Bizge de solay dedim. Men barmayım dedim. Men Жоқ, оны мен шулы Тілектес болып жүресіздер. Енді керемет тілек айтатын, сөз айтатын, мен кесіп пішкендеу келте болмас дейді, мен орындаушым. Тазагүл апа, соңғын жолдас жездеміз бар екен, Фатима әпкеміз бар екен, Зүбайра әпкеміз бар екен, сол кісілер сөйлейді деп білесіздер. Қасиетті Түркістан қаласынан келген Тазагүл мен Зүбайра. Шымкентте мен бауырым жолдаспенен жаңа қайырсын. Фатима. Ал, Тазагүл апа қайдасыз? Жақсы бір тілек болсын, өзіңіздің бір ниетіңізді білдіріңіз. Көңіліңіз ақ шығыр.
Осы үйдің ең үлкен баласы Серікбай деген менің қайным болған, ол дүниелік болып кетті, сол кісінің бәйбішесі. Негізі апамның ең үлкен тұңғышы сол Серікбай. Жолдасымен Фатима одан кейінгі. Енді өзінің жолын беріп отыр ғой. Жолдас сөйлесін. Ақкөңіл қайным бар еді, Серікбай деген бәрімізден бас қосуымыз себебі осы бүгінгі заңғардың тұсаукесімен Ахметтің жанында отанына құтты болсын айтқанында кеңесті жанында бұл өмір жанында не ғой мен ең бірінші осы Айманды әрі танысып әрі алып кетуге барған кезімізде сары жігіт бар ғой қайсы сіздің болыңыз ғой деймін сары жігіт или бір тағам толық келіп келді бір сары жігіт сонда сен айтқан сол айтты да мен нағашысы сол айтты мен деді ырзамын дейді осы күнге шейін осынша андай әңгіме болған енді болды неғылды бұл жігіттің деді арақ ішіп кетпей осындай өзін өзі сақтап неғотқанына мен ырзамын значит одан жақсы семья шығады деп еді содан мен сол сөздің куәсі болған едім жаңағы сол жігіт тос айтты ғой жаңағы міне құдай қаласа енді көрмейсіздер ол сөздің жаңағы жігіттің сөзі жаңағы әпшеміз айтқандай сыртқа кеткен жоқ орындалды Ахмет пен Айман екеуі бақытты деп істейміз бақытты семья екі жанесі бар қозысы бар осылар аман болсын сол қозысының қуанышына келіп отырмыз бәріміз мынау заңғар жаңа енді қалам ұстады өзі негізінде орта жүз бұрыннан сондай қолына қалам беріп дауға ғой дейді кіші жүзді қолына найза беріп жауға ғой дейді ұлы жүзді жағында таяқ бір қойға ғой дейді ғой ол өзінің жағында орта жүзі екенін білдіріп қалам ұстап неғылды жаңағы оған да рахмет жаңа айтып отыр ғой бұрын аталары ақын болған не болған деп соның бәрі жұғысты болсын деп тілейміз осылай екеуің бақытты болыңдар ол бақытты болсын сендер бақытты болуларың керек соларды өсіріп өндіріп жаңағыдай келешекте жақсы азамат қылу үшін жаңағыдай сендердің көп еңбектерің керек соған сендерге зор денсаулық тілеймін ал мынау туысқандардың бәріне сол жігітке және сендерге жаңағыдай сыртынан жақсы лебізін ойларын айтып отырса оның өзі де бақыт мыңның бірі уәли дейді жаңағы әрқайсысы жаңағыдай бір жақсы сөздер айтылса мүмкін біреу болса біреу пештен құлағына шалынады деп естимін сол есеп жайлы екеуміз бақытты болып осы сіздер бақытты болсаңыздар отырып отырған бәрі ырза болады кейбір жастар шын көңілмен ойын бөлісіп жаңағыдай пікір алысып кетіп жатады сол үшін заңға жақсы азамат болсын деймін сіздердің бәріңізге рахмет келіп жаңағыдай сол Ахмет Айман қуанышын бөлісіп отырғанымыз ғой қалған Пәтер сен айтып жіберсең таза өле аппе мен үйреп қалды қазір кешірді мен үйреп қаламын сразу өзімнің киноларым айтамыз ана құдай жерді мына келіп қайнымның мына менің қайнымның мұраты құтты болсын шаңырағы биік кеңіресі керегеті кең болсын құдай осы үйдің үстінен жақсылықтар болсын бар тілейтініміз жақсылық қой алладан алланың жақсылығы ешуақытта таусылмасын жақсылықтарын осы үйге алла бере берсін жаңағы заңғар баламыздың әр уақытта жолы ашық болсын биік шыңдардан көрейік заңғарымызды кім мынау біздің заңғарымыз деген жігіт болсын мәртебеміз биік болып көкке жетіп біздің заңғарымыз деп мәз болып отырайық алла соған неғылсын күнде мына жақсы тілектер айтып жатса сол жақсы тілектер періштенің құлағына шалынып алла аумин десін сол ғой енді тілегіміз бар жақсылық өмірдегі бар жақсылық сендерге тілеймін жаным ал бақытты болыңдар айтқаныңыз келсін ал Фатима жалғастырсаңыз жәкеңнің жүрегінің жартысы рахмет Айман мынау құтты болсын малдарының қадам басқан қадамдары құтты болсын екеуі әр уақытта жақсы жетістіктерге жетіп аттарыңды шығарсын әкеміз айтатын еді сабақтарыңды оқыңдар қаламның ұшынан нан жеңдер деп сол нан жеген Ахмет еді қаламның ұшынан енді құдай қаласа заңғарда қаламның ұшынан нан жеп атын шығаратын азаматтың өссін рахмет
шаңырақтарың әр уақытта аманшылық, жақсылық тілеймін. Табыстарың көп, дендерің сау болып, осындай табыстарыңды жегізе беріңдер. Ал сіздерге де рахмет, уақыттарыңыз бөліп, мен інімнің қуанышын келіп отқандарыңызға, мұны бір көрген, білсе көрген таныстығында қыздарды да танып біліп жатырмыз, айналайын. Рахмет. Бірге өсіп өне беріңдер, қатарыңыз бірге жүріп. Көршілеріне де рахмет, есіктерін айқар ашып қойып, алыста ағайыннан көрші алдық деген, көршілеріне де рахмет. Аман есен, жүздесе берейік, жүре берейік, аман есен. Ал енді Зүбайра деген біздің... Мен Зүбайра өтіп кетті. Зүбайра өтіп кетті, пәтімақшысы. Ал енді мен Ахмеден жүрдік. Студент кезінен қолымызда, өзіміздің қолымызда өскенім, өзім баламдай, қайнымен бірге өсіп еді. Менің артымда ерген апарам, оған жақсы әйел табылғанына өте қуаныштымын, бақыттымын. Осы семья үлкен семьялы болып өсіп отырған үшін мен мертебем жоғары. Құда қаласа, бұдан да үлкен зәулім үйлерге келе берсін, барлығымыз көре берейік.